Энергетика саласындағы сарапшылардың есебінше дәстүрлі энергия көздеріне сұраныс 2030 жылдан әрі қарай да сақтала бермеген. Дәстүрлі энергия көздері деген білесіздер, көмір, газ, мұнай деген секілді. Қымбатты көрермен, біз дәл осы энергия саласында, энергетика саласындағы әлеуетіміз қандай? Негізгі осы саладағы мамандардың тапшылығы 10 мыңға жетеді. Ал жіктеп қарайтын болсақ, әрбір саланы түгендеп қарайтын болсақ, сұраныс бұдан да көп. Сонда біздегі техник, энергетик, инженер мамандарымыз оқуды бітіргеннен кейін қайда кетіп жатыр? Және тағы бір мәселе бар. Өңірлерде осы энергетика саласын басқарып отырған азаматтар саланың жауапты мамандары емес, керісінше заңгерлер мен гуманитарлық саланың мамандары деп мемлекет басшысы сынаған еді. Мұның сыры неде? Мәселені қалай шешеміз? Бүгін ашық алаңда өте өзекті мәселе. Талқылайық. Ассалаумағалейкум. Ұлттық арнада ашық алаң, студияда Ерғанат Көпжасар. Бірден спикерлерімізбен таныстырсақ, энергетика министрлігі электр энергетикасын дамыту департаменті директорының орынбасары Әлімжан Тұрар. Энергетика министрлігіне рахмет айтамыз біз. Салаға қатысты бұл сала енді бүгешігесі қиындығы көп болса да спикер беруден тайынбайды. Рахмет. Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитет төрағасының орынбасары Нұрлан Болатбаев. Энергетик Еркебұлан Қожахметов. Қожманбетов. Электр энергетикатар қауымдастығының төрағасы Арман Телев. Және экономика ғылымдарының докторы, Ұлттық инженерлік академиясының вице-президенті Гүлбазар Медиева. Бүгінгі сурда аудармашы Жанбота Ерланқызы. Ұлыбританияда орналасқан энергетика саласындағы жаһандық көшбасы British Petroleum компаниясының бас экономисі Спенсер Дейл биыл ақпан айында 2035 жылға дейін жаңартылған энергия көздері қарқын дамып жатқанмен, мұнай, табиғи газ және де көмірге деген энергетика саласындағы қазға байлықтар әлі де сұраныста бола береді дегенді алға тартқан еді. Бізде мысалға қазір олардың үлесі 86% болса, 2035 жылға дейін 75% құрайды деп отыр. Оның үстіне әлемдегі 2 миллиард адам орта тап деңгейіне өтеді. Қазіргі кедейшілік деңгейінде өмір сүріп жатқан 2 миллиард адамды айтып отырмыз. Олар орта тап деңгейіне өтсе, электр энергиясын, жалпы энергетиканы тұтыну еселеп артады деген болжам бар. Қымбатты спикерлер, жалпылама сұрақтан бастайық. Біздің дәл қазіргі энергетика саласындағы әлеуетіміз қандай? Енді энергетика саласы болғаннан кейін сөзді мен бастағаным дұрыс болатын шығар. Жалпы қазіргі таңда біздің энергетикалық жүйеде 222 электр станциясы қызмет етеді. Оның жаңа өзіңіз айтып өткендей бір қатары 157-сі қателеспесем, ол жаңартылған энергия көздері, қалғандары дәстүрлі жаңағы көмірмен, газбен жұмыс істейтін электр станциялар. Жалпы орташа сол 222 станцияның орташа тозу деңгейі 56% құрайды бүгінгі. 21,1 гигаватт қолда бар қуаттың көлемі 21,1 гигаватты құрайды. 2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 117 миллиард киловатт сағат өндірдік, ал тұтынудың деңгейі 119,9 миллиард киловатт сағатты құрады. Өздеріңіз білетіндей, елімізде қуат тапшылығы бар. Сол қуат тапшылығын жоюға бағытталған шаралар қабылдануда. Атап өтсек, осы 25 жылы 621,5 мегаватт қуат енгізу жоспарлануда. Оның ішінде 166 мегаватт дәстүрлі, 455 мегаватты жаңартылған энергия көздерін енгізу жоспардамыз. Қысқаша мәлімет осы. Станцияларға қатысты мәселені әрі қарай жалғастырсақ, биыл қателеспесек, осы бізде апаттар аз болды, тіпті жоқтың қасы десек болады. Бұл нені білдіреді? Бұл негізі бірнеше факторлар ғой, бірнеше фактор бар. Қыстың жылулығы бар оның ішінде. Оның ішінде осы 24-23 жылы жасалған күрделі жөндеу жұмыстары бар. Жалпы жөндеу жұмыстарының тарифта инвестицияға айырбастау бағдарламасы басталғалы бері жөндеу жұмыстарының көлемі жылдап өсуде. Атап айтатын болсақ, мысалы 25 жылмен 25 жылға жоспарланған жөндеу жұмыстары 24 жылмен салыстырған кезде ол да өсіп жатыр. Яғни осыдан біз бұл ситуацияны, бұл жағдайды қолға алып жатырмыз десек те болады.
Бұл жерде жалпы қоса кетсем, халықтың да назары қай жерде болады, сол жер дамиды ғой. Үкіметтің де назары сол жерде болады, контроль да сол жерде болады. Сондықтан да сол жақ дамып жатыр да. Қазір соңғы кездері энергетика деп жатырмыз ғой, мынау апаттық жағдайдан кейін. Былтырғы алдыңғы жылғы апаттар. Бұрын мынандай түсінік болатын, энергетика это темное дело деп. Ол жерде темнить ететін адамдар темнить етіп жүре беретін еді, өздері жәмендеп ұрлап жеп ортасынан. Қазір енді жалпы контрольда болғаннан кейін көп нәрсені жасай алмайды, бірақ жұмысын уақытымен тапсыруға тырысып жатыр да, қолдан келгенше. Енді мен халықаралық жасыл технологиялар мен инвестициялық жобалар орталығында біздің мына жерде енді барлық спикерларымыздың барлығы энергетика саласына болғаннан біз енді экология министрлігіне қарастымыз. Осындай ұйым үлкен біз бір жылдың көлемінде біздің орталықта үлкен талдау жұмысын жүргіздік. Жәнегі сіздің сұрағыңызға байланысты, әрине әлеуеттік жағдайы энергетика саласын алатын болсақ, ол бірнеше бөліктен барлық құрамдас кезеңдерден тұратын сұрақтарды қарастыруға болады. Бұл дегеніміз энергетика саласының әрбір ұйымы энергия өндіруші, энергия тұтынушы, энергияны жеткізуші ала беретін болсақ, бұның жүйелерінің барлығы әрине оның әртүрлі күрделі болғандықтан, ол жерде суатын әлеуметтік мәселе, сіз айтып отырғандай, өте көп. Ол біздің орталықтың қарастырғаны мен айтып кеткім келеді, экология министрі мен табиғи ресурстар орталығы ең бірінші осы сала министрлігі кадр мәселесін көтерді. Сондықтан біздің орталық әрине бір жыл көлемінде үлкен зерттеу жасап, 86 энергетика кәсіпорындарымен интервью жүргізіп, бұл жерде енді энергетика министрлігіне рахметімізді айтамыз. Олар барлық бізге жағдайды жасады. Екіншіден, министрлік білім және ғылым саласына да рахметімізді айтамыз. 102 университеттің ішіндегі 38-і осы энергетика саласындағы кадрлар дайындайды екен. Жәнегі сіз айтып өткен апаттардың негізгі оның салдары және кадр жетіспеушілік мәселесінен де туындап отыр. Сондықтан мен ойлаймын, кадр мәселесінде енді ковидті біз ұмытқан жоқпыз. Естеріңізде болса, әркім өзінің үйінде отырып, далаға шығуға мүмкіншілігі болмады. Сонда жәнегі айтып кететін нәрсе, және кадрлар мәселесінің көп салалық білімділігін арттыру, себебі пәнаралық саланы меңгеру, бірін-бірі алмастыру. Қазіргі таңда мен ойлаймын, қазіргі университеттердің көбі осыны алдыға қойып, кадр мәселесін дайындап отыр. Енді энергетика саласының кәсіпорындарының берген ақпараты бойынша қазіргі таңда 20%-ға дейін кадрлар жетіспеушілігі байқалып отыр. Соның ішінде 15 мың маман жетіспейді. Қандай мамандар? Айта кететін болсақ, ол жылу энергетика саласының, теплоэнергетика, жылу энергетика саласы соған жетіспейді. Олардың электромонтер, оны жабдықтау мамандары жетіспейді. Және ол биыл енді біздің президентіміз жариялағандай жұмысшылардың мамандарының жылы болғандықтан оларға әрине мотивация қажет болады жастарға. Жәнегі біздің энергетика саласының кәсіпорындарының бірінші жетекшілері мен басшыларының айтуынша, бірінші жылы кірген жас мамандардың 40%-ы бір жылдан кейін жұмыстан шығып кетеді. Неге? Себебі әрине оларға әлеуметтік қолдау болмаса, мотивациялық жүйелер әлі де болса кедергілерден өтіп жатыр, болмаса әлі жасалынбай жатыр деген, жалақылары төмен. Олардың барлығы бітіре салып бастық болғылары келеді, болмаса басқа жылы офиста отырғылары келеді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде саяси, экономикалық барлық жағын жан-жақты қарау керек. Енді біздің спикерлар мүмкін экономикалық тиімділігінен, басқа да олардың энергия саласына тасымал энергияның құнына байланысты осы кадрларға барлығы сабақтас деп ойлаймын. Гүлбазар ханым, біз міндетті түрде, мына детальды түрде мамандардың, кадрлардың тапшылығын міндетті түрде талқылаймыз хабарымыздың екінші бөлігінде. Бірақ жаңағы ең негізгі мәселе осы энергетикадағы әлеуетіміз деп қалдық қой, соны ары қарай жалғастырсақ. Тыңдап тұрмыз. Жұмыс шарттары да ауырлау болып тұрды. Бұрынғы совет үкіметінен қалған станцияларда жұмыс істеу оңай емес та. Қазіргі заман талабына сай технологияларды кіргізу керек. Ол жеңілдетеді.
әрі жұмыс орындарын азайтады да. Мысалы, бір адам компьютермен жасап отырған адам 100 адамның жұмысын істейді. Мысалы, 2000 адам істейтін жерде қазір 20-30 адам істейтін технологиялар бар да. Соларды пайдалансақ, цифрландыру. Иә, цифрландыру бар. Солардың барлығын пайдалансақ, әлде қайда тиімділігі жоғары болады да, тарифіміз де көп өсе бермейді да. Біз жаңа әлеует деп айтып отырмыз ғой. Иә, Ереке тыңдап тұрмыз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен дұрыс таныстырмаңыз, мен Еркебұлан Қожамбетов, Қазақстан Республика энергетика министрлігі қоғамдық кеңесінің комитет және атом саласы бойынша комитеттің төрағасымын. Кешірім сұраймыз. Қоғамдық кеңес. Кешірім сұраймыз. Енді біз қазір бастап-жатырмыз, энергетика министрлігі осындай шаралар жүзеге асып жатыр, референдум өткіздік депті. Мен сіздерге кез келген аурудың себебі емес, диагнозын қою 50% ауруды емдеген деген сөзді. Енді мен өз ойым, келісетін шығарсыздар, келіспесеңіздер без. Бізде қазір энергетика министрлігі деген, енді мен 6 жылда өз көзіммен көргенімді айтып отырмын. Бұл энергетика министрлігі емес, бұл мұнай газ министрлігі. 6 министр ауысты, менің көзімше да, бәрімен жұмыс жасадық біз қоғамдық кеңес ретінде. Арасында тек қана болған энергетикадан жақсы хабары бар, бұл Бозымбаев мырза мен Алмасадам Сатқалиев болды. Қалған бәрі мұнай газ саласы болды. Бізде ай сайын мысалы 2 рет 3 рет жиналыс болады ғой. 80-90% біз тек қана көтеретініміз мұнай газ мәселесі болды. Міне соңғы 2 жылда Алмасадам Майданұлы келгелі бері қазір энергетика саласы көлеңкеден шықты. Сондықтан қазір сіздер де ашық айтып отырмыз, оның алдында ештеңке айтқызбайтын да, бәрі бұл жабық болады, тек қана мұнай газ мәселесі. Енді бұл жерде біз енді отын өнеркәсібі дейміз ғой. Отын деген оның ішінде мұнайды жатады, газ, атом энергетика, көмір саласы, жаңартпалы энергия көздері. Мұнай газ саласының жағдайы жақсы, өте жақсы. Мұнай шығып жатыр, Европаға кетіп жатыр, бюджетке ақша түсіп жатыр. Енді қазір электроэнергетика саласына келетін болсақ, Арман мырза да дұрыс айтып отыр, бұл бір күнде жиналған нәрсе емес. Бұл соңғы ширек ғасыр дейміз ғой, 25 жылда болған нәрсе ғой. Тәуелсіздік алдық, кеңес үкіметі бітті, содан қалды, аналарды жеке меншікке бердік. Жеке меншік деген кез келген мекеменің бірінші несін оқысаңыз уставында. Бұл жерде халыққа қызмет ету, халықтың жаңағындай мамандар дайындау деген жоқ. Не істеп тұр? Бірінші уставында ақша табу. Біздің энергетиканы тек қана 25 жылы ақшасын тапты, тесіктерін жамады, қосатын жерін қосы, сваркіледі, жасады, болды. Енді қазір соны бізге қайтарып берді. Мысалы, Екібастұзда білесіздер ғой, 1 теңгеге сатып алдық қой кезінде, оны жасыратын ештеңкесі жоқ, халық та біліп отыр. Тағы да 4-5 осындай мекеме бар, енді аттарын айтпай қояйын, бірақ ақырын қазір мемлекет өзінің жеке меншіктің өзінің несіне балансына алу керек. Онсыз болмайды. Бізде содан кейін мынандай бір біз керісінше инвестиция тартып, инвесторға ауыстырамыз деп отырмыз. Қалай болады сонда? Жоқ, бұл жерде былай, енді қазір менің әріптестерім басқаша айтады. Бұны тек қана бір мемлекеттік тұрғыдан ғана қарамаңыздар, мен бұл жерде мемлекет жамандап отқан жоқпын. Мен керісінше мемлекетке көмектесіп отырмын, оны түсіндіріп отырмын. Бізде тариф обмен на инвестиция дейді. Сырттан бір, білемін, кешірім сұраймын, Марстан бір инвестор келеді да, ол мына қазақстандықтардың энергетика саласын жасап берейік дейді. Ондай жоқ. Егер мемлекет өзі күннен күнге қадағалап, өстіп халықпен сөйлесіп, қоғамдық контроль дейді ғой, бақылауда болып, соны қолға алатын болса ғана бұл энергетика саласы ары қарай жүреді. Мында қазір неге келесі сұраққа өтеміз. 16 триллион ақша бөлінді деп жатыр 2029-ға дейін. Ол ақшаны қайдан аламыз? Онда менің сұрақтарым бар. Біз енді көрдік, бәрі әдемі жазылған қағазда, біз оны білеміз ғой. Ұлттық жоба арқылы ғой. Ұлттық жоба арқылы ма? Ұлттық жоба, 25 декабрь, жаңа жылдың алдында бұл. Нысандарды жаңаландыру. Айта беріңіз. Оған қазір асықпай келеміз. Келісесіз ба? Қымбат спикерлер өте үлкен мәселені қозғап отыр, Еркебұлан мырза. Өйткені біз осыған дейін мұнай газ министрлігі болып келдік дейді, энергетика министрлігі емес. Үлкен проблема. Ертең жаңа сіз айтқан министр орын ауысса, тағы да сол мұнай газға басымдық беріп, энергетика саласы жетімнің күйін кеше ме тағы да? Неге бір министрге байлап тұру керек біздің бүкіл энергетика саласы? Осыны түбегейлі мысалға жан-жақты салаға әлде министрлік тағы да бөлуіміз керек па? Мұнай газ министрлігі деп, энергетика министрлігі деп. Әлеке, не айтасыз? Енді Ереке, өздеріңіз осы алаңда да бірнеше рет талқыланған мәселе. Дәл осы сұрақ талқыланбады ау? Дәл осы сұрақта бірталай рет талқыланған. Осы ғимараттың ішінде әртүрлі бағдарламаның аясында бірнеше рет талқыланған мәселе ол энергетиканы жалпы бөліп шығару, жылу, электр энергетикасы, одан бөлек тарифті бекіту деген сияқты, өзінің бөлек регуляторы болу керек деген сияқты. Ол жалпы
әлемдік практикада бар нәрсе. Ол мәселе бірнеше рет қаралды, үкіметтің деңгейінде қаралды, мемлекет басшысының деңгейінде қаралып, бірақ қазіргі таңда ондай шешім жоқ. Оның үстіне өздеріңіз білесіздер, осы 24 жылдың шілде айында жылу энергетикасы туралы заңға қол қойылды. Сол заңның аясында біз жаңағы жылу желілерінің функциясын өзімізге қосып алдық. Енді қазір біздің министрліктің аясында, біздің департаменттің аясында жылу энергетикасы, электр энергетикасы қатар келе жатыр. Екі саланы біріктірдік. Оған дейін басы бізде, жаңағы белі өнеркәсіп министрлігінде болды, соңғы қайда қалған табылмай жүрген болатын. Аяғы экономика министрлігінде. Иә, аяғы экономика министрлігінде, сонымен кім кінәлі деген сұраққа жауап таба алмай жүрген кездеріміз болған. Бірақ енді қазіргі кезде нақты жауапкершілікті біздің министрлік алып отыр. Оның үстіне қазіргі кезде ол енді жасыратын дүние емес деп ойлаймын. Мынау көмір өнеркәсібі саласында біздің министрлікке беруге бағытталған жұмыс жүргізілуде. Яғни осы тараптан енді біз шешім қабылдамаймыз ғой. Біз бірақ қабылданған шешімдер бойынша осындай нәтижелер бар. Ұсыныстар жасалып жатыр, бірақ қазіргі таңда ондай шешім жоқ нақты. Нұрлан мырза, сіздің бақшаңызға, сіздің министрліктің бақшасына біраз тас лақтырылған сияқты. Тыпыршып кеттіңіз ғой. Басынан бастап енді. Айта беріңіз. Басынан бастап жалпы электр энергия саласы үш салаға бөліп қарастыруға болады. Бірінші электр өндіру, бұл министрліктің энергетиканың құзырында. Енді біздің құзырымызда электр тасымалдау мен жабдықтау. Енді биылдан бастап қазір электр тасымалдау мен жабдықтауды бір компанияға біріктірді. Ол бір күрделі мәселе болды. Өткен жылы үлкен бір талқылауда болды, осы жерде де айтылды. Енді биылдан бастап қазір бір компания, яғни электрмен жабдықтаумен, электр тасымалдаумен жұмыс жасап жатыр. Енді электр энергетика тасымалдау саласында бізде 300 мыңға жуық электр желілері бар. Бұл жерде 100 мыңнан астам жұмысшылар жұмыс жасайды. Енді өткен жылдардан бастап біз жұмысшыларға айлық жалақы көтеру бойынша жұмыстар жүргізді. Қазір 400-500 мыңға орташа айлықтар көтерілді. Орташа жалақы? Орташа жалақы осы салада. Энергетика саласында 400-450, яғни екі есе 200 мыңнан осындай 150-200 мыңнан екі есе өсірілді. Оны өткен бағдарламаларда, өткен жылдарда үлкен мәселе қылып көтеріліп айтылды. Кешірім сұраймын. Дәл осы жерде тоқтай тұрайықшы. Рас па? Соны сезініп жатыр ма? Статистика бар ма бізде ол туралы? Әрине бар. Сіздер жүрсіздер ғой, ішінде сарапшылар ғой. Сіздер сөйлеспейсіздер ме энергетиктермен? Инженер, жұмысшы мамандықтармен сөйлеспейсіздер? сөйлеспейсіздер? Министрмен де сөйлескен кезде сол жалақы туралы айттым. Себебі біздің кадрлардың кесірінен көп апаттық жағдайлар болып жатыр да. Мысалы мен өзім мен апаттық жағдай сұрап тұрған жоқпын, кешірім сұраймын. Маған нақты жаңағы сұрақты әрі қарай Нұрлан мырза тақырып жалғастыру үшін дәл осы көтерілген қаражаттың көтерілуін, жалақының көтерілуін біздегі мамандар сезінді ма? Әрине. Сезініп жатыр. Жақсы, түсіндіріп өтейінші. 50% бірақ 10-15% деп айтсаңыз, мүмкін сіз екі есе болды. Сот етсеңіз, мәселе былай ғой. Бұл жалпы мемлекеттік басқару ол заңның аясында жүзеге асырылатын дүние еді. Заңның аясында табиғи монополия реттеу комитеті жалпы бүкіл субъектілерге рұқсат берді. Осы облыс бойынша осы саладағы мамандықтың орта деңгейіне зарплатаны жалақыны көтеруге мүмкіндік берді. Ондай мүмкіндік оған дейін болмағандығын. Былтыр басталды жұмыс, да, қателеспесем. Өткен жылдар басталды. Өткен жылдан басталды. Сол жұмыстың аясында субъектілердің сондай құқығы пайда болды. Енді ол құқығын кім пайдаланды, пайдаланбады деген әңгімеде бар. Міне өте үлкен мәселе. Бірақ осылай мойындай білуіміз керек. Жаңағы субъектілерге мүмкіндік берілді, бірақ оны пайдалана алды ма, жоқ па деген ол ешкімге шектеу жоқ, мүмкіншілік берілді. Көбісі ондай мүмкіншіліктерді қолданып, тарифтерін көтеріліп жатыр. Әр өңірде әртүрлі. Біреулер бір белгілі себептермен көтермесе, былай жалпы алғанда көп жағдайда жалақы көтерілді. Орман шаруашылығында Семейдегі өрт, солтүстік Қостанайдағы өрттерден кейін біз орманшылардың жалақысын көтереміз дедік. Ол белгілі бір 25-30%-ке көтерілген сияқты болған. Бірақ орманшылардың өздерінен сұрасақ, жалақының көтерілгенін байқаған жоқ біз дейді. Сол сияқты біз субъектілерге қалдырып отырмыз таңдау мүмкіндігін. Бірақ субъектінің артында кімдер тұрған жақсы білеміз бәріміз, олар қалтасынан ақша шығарып көтеріп беруге ынталы ма деген. Осыған бір аналитика жүргізілді ма? Сараптама. Бұған бәрі тариф арқылы ғой бәрі. Олар өзінің қалтасынан, яғни кәсіпкерлер, яғни учредительдер жаңағы өздерінің қалтасынан төлемейді. Әрине, бұл мүмкіндік, жаңа айтылған мүмкіндік заң аясында
нормативтік құқықтық акт аясында өздерінің жаңағыдай тарифті көтеруге мүмкіншілігі бар. тарифті Иә, 7 жыл сайын қарастырады ғой? Жоқ, 7 жыл сайын емес. Бұл жыл сайын, жыл сайын. А, жыл сайын. Иә, жыл сайын тарифті өзгертуге құқықтары бар. Жалақыға Яғни көп қатысты. жағдайда табиғи монополия субъектілері ондай құқықтарын пайдаланды. Бұл Енді жалғастырып кетсек, Иә, жалақының Жалғастырғанда бар ғой. Иә. Бізде үзілістің уақыты келген екен. Үзілістен кейін жалғастырайық. Және мына өте қызықты тақырып болып жатыр. Осы салаға қатысты және энергетикадағы елді елеңдеткен сұрақтарыңыз болса, қымбатты көрермен, жалақы мәселесіне қатысты пікірлер айтылып жатыр. Ой пікірлеріңіз болса, айтарларыңыз болса, тікелей эфирге хабарласыңыздар. Немесе мына төменде көрсетілген WhatsApp желімізге жазбаша хабарлама қалдырсаңыздар, біз міндетті түрде ескеріп эфирге шығарамыз. 2 минуттан кейін оралсақ. Тікелей эфирдеміз. Әрі қарай жалғастырсақ, энергетикадағы басты саясат деген тақырып талқылап жатырмыз. Қазір енді тарифке ораламыз. Тариф енді біздің ең жаны жеріміз. Өгізді өлтірмей, арбаны сындырмай қалай алып шығамыз? Былайша айтқан кезде жаңағы энергияны жеткізіп отырған, тұтынып отырған азаматтарға қалай батпау керек бұл. Бірақ былай қарасаңыздар, тарифті өсірмесек тағы болмайды. Өндірушілердің енді мына апаттардан кейін барлығымыз жағдай түсіндік, халық та түсінікті. Бірақ енді тарифті өсіру неден құралады деген, Әлімжан мырза. Осының саясатын айтып берсеңіз, баланс қалай сақталады, қалай реттеледі. Және біз тарифті өсірдік қой, біз қаңтар мен ақпан айынан бері, ол қандай эффект беріп жатыр, нәтиже? тариф туралы мен айтып бастап кетсем, бірінші. Сіз бастайсыз. Содан кейін сөз берем әріптесіме. Тариф жаңа айтқанда құрылымы, электроэнергетика саласы 3 салаға бөлінеді. Бірінші өндіріс, екінші тасымалдау, үшінші жабдықтау. Міне соңғы екеуі бізде болса, біріншісі жаңа айттық, Министрлік энергетикада. Міне құрылымда 60-тан жоғары пайызы тарифтің құрылымында. 60-тан жоғары пайызы мұна өндіруші компаниялардың жаңағыдай шығындары құрылады. Қалған 39 пайызы желілер мен жабдықтау. Жабдықтау дегеніміз снабжение. Снабжение дегеніміз продажа. Дұрыс қой, реализация. Ортадағы неге орысша сөйлеп кеттіңіздер? Ол делдал ғой ортадағы. Жабдықтау деп айтқанымыз біз адастырамыз да халықтың. Сол үшін айтып түсіндіріп. Сату. Енді заң тілімен сөйлесіп жатырмыз ғой. Заң тілімен сөйлесіп жатырмыз. Сату жалпы, өткізу, сату. Мінекей енді құрылымы осындай жалпы өндірісте. Енді электроэнергетика өндіріс саласында жаңа шекті баға орнататын Министрлік энергетика, міне сөз кезегі, солар өсірсе, енді негізгі себеп тарифтің өсуі. Міне энергетика өндірісінің бағасы өсуде болып қояды қазіргі кезде. Ереке, енді маған сөз кезегі маған да келіп жатыр екен. Тариф деген жалпы не нәрсе? Тариф деген не үшін қажет? Бізге тариф деген тұтынушыға тек қана ақша ғой болды. Тұтынушы ол соңғы тұтынушы ретінде ол оның жаңағы тұтынған тауары үшін төлейтін ақшасының құны. Тауар үшін құн төлейді. Бірақ оның ішіне не кіреді? Мынау электр станциядан алатын болсақ, біздің жаңағы шеткі тарифтердің ішіне алатын отыны, ең біріншіден отынның бағасы кіреді. Отынның бағасы да өзгеріп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, көмірдің бағасы әрқашанда өсіп тұрады. Оның үстіне жаңағы газдың бағасы да оңай емес мәселе. Одан қалды жаңағы жалақысы бар. Сол жұмыс істейтін жұмыскерлердің жалақысы бар. Ағымдағы жөндеу жұмыстары бар. Осындай негізгі 3 бөлшектен құралады тариф. Осы 3 бөлшектің өсуі немесе өспеуі жаңағыдай біз жұмысшылардың жалақысын өсіреміз, өсірмейміз деген мәселеге байланысты. Көмірдің бағасы немесе газдың бағасы өсті, кеміді деген мәселелерге байланысты да. Яғни көмірдің бағасы өсті ма, электроэнергияның бағасы өседі деген сөз да негізі. Сол өзара қатты байланысқан өндіріс сосын бізде бәсекелестік ортада ғой. Оларда бәсекелестік ортада. Оның бағасы қымбаттаса, нанның бағасы қымбаттайды деген сияқты ғой. Сол сияқты мәселе ғой. Біз сияқты табиғи монополия үкіметпен, мемлекетпен реттелмейді. Біз сияқты реттелмейді. Оларда бәсекелестік ортада сосын. Өндіріс бәсекелестік ортада. Бізде енді табиғи монополия саласында мына желілерді тасымалдау, бұл жерде тарифтік смета деген бар. Әрбір шығындар негізделген, әрбір шығындар қажет, өндіріске жататын ғана шығындар қабылданады. Яғни дәлелсіз, негізделгенсіз шығындар
қабылданбайды. Неге сіз негізі бізде шығын. дәлелсіз неге шығындар аударады деген сияқты шығып жатыр да. Жоқ, бұл жерде негізі бұл жерде құсас негізі жасайтын қызметіміз. Бәсекелестік ортада, сізде бәсекелестік ортада. негізі Бізде шығынды- табиғи монополия саласында. Иә. Бізде әрбір шығын реттеліп, әрбір шығынның қалай отыратыны туралы жазылған. Министерство энергетикада бұндай шығындардың қалай отыру керектігі туралы мысалы ондай көп жазыла бермейді. Өте қызықты. Бізде- Экономика Иә. министрлігі мен энергетика министрлігі мына жерде жаңа- кәдімгідей. шығынмен есептеу дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі шығынмен тарифті есептегеннен кейін адам шығынын көбейтіп жаза береді да, көпіртіп қолдан келгенше. Соны тарифті алғаннан кейін жаңағы түскен ақшаларды есептеп тезірек жаңағы жазған нәрселерін соған енгізгісі келеді да. Жалпы ол тариф деген жаңағы құндылықтың, алған құндылықтың бағасы болу керек. Ол компания мысалы үнемдеу керек та, қолдан келгенше тиімді жолдарын тауып, сол кезде өзінің пайдасын да табады. Және енді шамалы креативті болады да, бір жаңадан идея Олар қолданып, бір-бірімен технология бәсекелеседі қолданып. ғой. Бір-бірімен Иә. бәсекелеседі. Мысалға бағаны түсіреді. Олар шекті баға деп, мысалы соны қолдан деген сөз емес. Олар сол шекті бағаға дейін бір-бірімен бәсекелесте болады. Жақсы, Нұрлан мырза, бәсекелестік бар ма бізде? Бірақ Нұреке дұрыс айтады. Әлімжан мырза айтыңызшы, бәсекелестік бар ма? Негізі жаңағы Нұрекең айтқандай электр станциялар өзара бәсекелестік ортада деп айтылады. Иә, бірақ іс жүзінде бәсекелестік ортада негізінде жалпы шекті тариф деген мәселе болмау керек. Сол кезде нағыз бәсекелестік болады. Ол кезде бәсекелестік жоқ, басқа- себебі жетпейді тоқ. Біз Ресейде Шекті тарифті алып тастайтын болсақ, нағыз тарифтің көкесін көреміз ғой біз онда. сол мәселе сода. Ұшқанын көреміз, бағаның шарықтағанын, ғарышқа кеткен көреміз. Мәселе сода. Иә, Ереке, енді шекті тариф деген ол жаңағы табиғи монополияға құсас механизм, бірақ ол бірдей мәселе емес. Жаңағы табиғи монополияларда бекітілген қатып қалған тариф бар, сол тарифпен ғана сатылады олар. Сол атқарған қызмет үшін сол бағамен ғана алады. Ал біздің шекті тарифтер бойынша ол бағадан төменірек сатуына мүмкіндігі бар. Бірақ шекті тарифінің өзі оның ағымдағы шығындарын жаппайды көп жағдайларда. Сол үшін бұл да енді Біз қазір тарифтерді өсіріп жатырмыз. Одан кейін үкімет тариф саясатын әрі қарай жалғастыра береміз деді. Иә? Соны сіз маған Нұрлан мырза айтыңызшы, яғни тариф саясатын жалғастыра береміз дегеніңіз бағаның қымбаттауы, өсе беруі әрі қарай жалғаса береді деген сөз ба? Бұл бір. Екі сұрақ қатар қояйын. Бұл негізі әр сұрақты деталь түрде талқыласақ 4-5 хабар арнауымыз керек болады әр сұраққа. Бірақ мысалға енді тарифті өзгеріп жатырмыз, инвестицияға алмастыру деп жатырмыз. Тарифті инвестицияға алмастыру дегеніміз енді тарифті қымбаттасақ инвесторлар келеді деген мәселе ғой енді. Бір сөзбен айтқан кезде инвестор дегеніміз ақшаны салушы, құюшы, жаңағы біз айтып отырған жылу электр орталықтарын, жылу электр станцияларын жаңғыртушы. Келіп жатыр ма? Бағаны өсіріп жатырмыз. Не өзгерді? Қандай табыс, жалақы өсті дедіңіздер. Қазір біз оны нақты фактімен көрсетеміз, жалақының қалай өскенін. Айтыңыз. Тарифті енді инвестицияға айырбастау өз жөнімен бір бөлек, инвесторларды тарту өз жөнімен бір бөлек қой енді. Жалпы тарифті инвестицияға айырбастау деген басты мәселе, яғни тарифтің ішіне инвестициялық бағдарламаларды, күрделі жөндеулерді, яғни салу деген мәселе ғой. Тарифті өсіресің, сол күрделі жөндеуге бересің. Яғни сол салынған инвестиция деп айтамыз. Енді жалпы әрине жаңа айтқан дұрыс, тарифті өсірсең, инвесторларды тарту оңай. Оған қоса кепілдік бересің, қызығушылық болады. Оған қоса кепілдік бересің инвесторларға. Мен заң аясында, яғни құқықтық акт аясында, егер де инвестиция құятын болсаң, сені қайтарымды ақшаңды және жаңа вознаграждение дейді ғой, яғни үстіндегі пайызың береміз деген кепілдік бересің. Сол кезде әрине инвесторларға бұл қызығушылық танытады. Не үшін инвестор керек? Енді инвестор қазір ақшаны құяды көптеп, ақшаларын енді кейіннен қайтарамыз деген сөз ғой, ол бізге тиімді. Қазір күрделі жұмыстарын жөндеу алады, сапалы қызмет атқарады. Кейіннен енді тарифтердің күрт өзгертпей, қалған жылдарға бөліп төлеу мүмкіндікшілігі бар. Сол инвесторлар тарту пайдасы да осында. Осы жерде қосып кетсем болады ма? Әрине мен және біздің спикердің айтқанымен де қосыламын. Осы жылу энергетика станцияларының басқа меншікте болып, қазір өзіміздің меншікке ауысқанда біз қандай жағдайда алдық оны? Қазіргі жылу энергетика станциялары 60-70%-ға дейін олардың негізгі қондырғылары
қызметінен тозығы тозған, жеткен, иә. тозығы жеткен. Енді біз қазір тариф мәселесін талқылаған кезде сол тариф мәселесінің шығындары негізгі энергетика саласының ауқатты болуы, сіз айтқандай әлеуетті болуы, негізгі қондырғыларына байланысты деп есептеймін, экономикалық тұрғыдан алғанда. Оған қай инвестор келіп, осы әбден тозығы жеткен жылу энергетика станциясына өзінің ақшасын салады. Және салған жағдайда ол неше жылдан кейін қайтарылымы болады. Осының барлығы әрине сабақтаспен алғанда экономикалық жағынан, саяси жағынан және инвестициялық климат еліміздегі соның барлығын топтастырып қарау керек деп ойлаймын. Және жалақы туралы айтып кеткенде мен қосқым келгені, біз жалақы туралы нақты сауалнамалар жүргіздік. Нақты цифрлар бойынша, жәнегі сіз айтқан мүмкіндікті ғана алған шығар енді олар. Бірақ осы кезде олардың жалақылары өспеген әлі. Бұл жерде мен айтып кетейін, бұл жерде кеспеймін. Бұл жерде біз берген кезде, біз ана шығынға айттым ғой, табиғи монополия саласында әрбір шығын негізделген, яғни оны просто беріп қойып қарап отырмаймыз. Оның орындалуын қараймыз. Дұрыс па? Егер де орындалмаса, онда біз жаңағыдай ВКТ дейді, временный компенсирующий тариф, уақытша өтемдік тарифті бекітеміз. Ондайға жол бермеу үшін олар сол берген жалақыға берген соманы орындау керек. Ол үшін жалақты көтеру керек. Осы дәл осы сіздің айтып отқан мәселеңізге қатысты бізге WhatsApp-қа өте көп хабарлама келіп жатыр. Өте көп. Қазір бәрін шығарып әрқайсысын оқымай-ақ қояйық, негізгісін оқып берейін. Мен айтайын. Ассалаумағалейкум дейді. Кегок компаниясынан жалақым 292 мың, орташа 500 мың қайда, қолға алатын 259 мың, 500 мыңның жартысы ғана. Менің сауалымды, сұрауыңызды, талабымды сұрауыңызды. Қалаларыңызды жазып отырыңыздар. Қай қала екен? Бұл жерде жақты монополияда саласынан келіп отқан азаматтар Нұрлан мырза тікелей өзінің бақылауына алады. Жауап берейін енді. Бұл жерде айтып тұрмыз ғой, 150-ден 200-ден көтердік, 2 есе көтердік деп. Бұл электромонтердің бұрынғы жалақысы әрине 150, яғни 200 болған. Содан кейін көтереді. Яғни әр мамандықтың өзі жалақысы ол. Біз орташа жалақы айтып тұрмыз. Орташа жалақы статистикалық көрсеткіштерге сәйкес көтерілді. Яғни нақты адам санымен статистика көрсетілген жалақы, яғни 490-500 мың ба, соған көтеріліп, жаңағыдай фонд оплаты төлеуге деген бар ғой, қоры, жалақы қоры, сол жалақы қорын береді. Әрине кәсіпорынның өзі басшысы, әрине өз мамандарына, яғни стажына, жаңағыдай жұмыс істеу біліктілігіне байланысты өзіне әрине өз жаңағы штаттық кестеге сәйкес айлық. Жалақы мәселесі түсінікті, қымбат спикерлер, жалаққа қатты бір сұғанақтанбай ақ қояйық бұл жерде, өйткені түсінікті. Жалақы әртүрлі, әркімде. Жаңағы субъект өзі белгілейді деген сияқты. Еркебұлан мырза, пікіріңізді айтыңыз. Орташа жалақы деген бар ғой, топ менеджер миллион алады, монтер 200 алады, миллион 200-ді 2-ке бөледі, 600 мың теңге средний зарплата болды ғой, сол ғой. Енді бірақ салмақты жалақы беріп тұр ғой, бірақ салмақты жалақы беріп тұр. Бұл жерде бұлай емес қой, миллион жаңағыдай 2 миллион, миллион мен 200 мың жаңа ортасы 500 деген емес. Яғни егер де бір адам миллион алатын болса, 10 адам 200 мың алатын болса, бұл жерде 250 мың, 230 мың деген орташа жалақы. Сол жалақыны орташа салмақталған жалақыны беріп тұрмыз ғой біз. Тағы да ең басты мәселе, біз ұлттық жобаны ұмытып бара жатырмыз, осыны талқылайық. Бізде былтыр энергетика саласы және коммуналдық секторды жетілдіруге қатысты ұлттық жоба қабылданған еді. Қазір осыған байланысты қандай жұмыстар атқарылып жатыр, не істелді, не істеледі. Ең бастысы біз жаңағы шынын айтуымыз керек, біздегі инвесторлар жылу электр станцияларына келе қою не қайбыл. Мойындай білуіміз керек сияқты менің ойымша. Әлімжан мырза, әлбетте сіз келіспеуіңіз мүмкін, дегенмен де пікіріміз ғой енді біздің. Ал келген күннің өзінде жаңағы ескі тозығы жеткен 60%-дан мысалға 90%-ға дейін тозығы жеткен жылу электр станциясын жаңғыртуға кім келеді деген сұрақ. Қазіргі тариф күйінде. Солай емес пе? Осы саясаттар, бұл да енді ұлттық жобаға кіріп отыр ғой, осының барлығы қалай жүзеге асырылып жатыр, қадам-қадаммен түсіндіріп берсеңіз. Енді ұлттық жоба міне өткен жылдың аяғында қабылданды ғой, 2 ай болды. 2 айдың ішінде қазір заң аясында өзгерістер енгізіліп жатыр, яғни заңда ондай шапшаң түрде өзгертіле қоймайды, яғни мәжіліске бару керек, сенатқа бару керек деген сияқты. Енді қазір заң аясынан жұмыстар жүргізіліп жатыр, одан бөлек енді соның ішінде, соның аясында енді жаңағыдай инвесторларды тарту бойынша мен айтып кеткендей кепілдіктер беріліп жатыр. Яғни бөлік, яғни тарифтік сметада
инвесторлардың қайтарылатын ақшасы, олардың жаңағыдай үстіндегі пайызы және жаңағы тариф арқылы міндетті түрде қайтарылатын туралы және жылдан асатын туралы барлығы сайып жазылған. Сол кепілдік бірінші кезекте. Екінші, енді кезеңмен айтатын болсақ, бірінші біз табиғи монополия субъектілерінің қайсысы ұлттық жобаға кіретіні, қайсысы міндетті түрде күрделі қажет ететін туралы тізім анықтадық. Яғни 200-ден астам жуық субъектілер бар, бұл жобаға қатысады. Екінші кезекте бізде енді техникалық оператор мен қаржылық оператор деген ұғым енгізіліп жатыр. Олардың да функцияларын айтып кетуге болады, яғни жеке тоқтап. Бұлар алдын ала жобаны келісу бойынша жұмыстар жүргізеді, бізбен қоса. Яғни техникалық оператор бұл тиімді ме, тиімсіз бе, қажет пе, қажет емес пе деген талдау жүргізіп, бұларды алдын ала келісу, жобаларды келісу жұмыстарын жаңағыдай хабарламасын береді. Екінші кезекте бізге келеді, яғни біз оның тарифке қандай әсері бар екенін анықтаймыз және бұған қаржылық жаңағыдай қаржыландыру қажет екен туралы қорытынды береміз. Содан кейін бұлар қаржылық операторға барады. Қаржылық оператор өзінің механизмдерін анықтайды, қандай механизммен алуға. Бұл жерде 7 механизм бар. Тікелей қаржыландыру, жаңағыдай араластырып қаржыландыру, үстіне субсидия беру деген сияқты біраз түрлі көздер бар дейсіз. Енді әркім әр жеке өзінің особенности, өзінің несіне байланысты, ерекшелігіне байланысты қарастыратын болады әрбір субъектіге. Біреуге келіседі, біреуге келіспейді. Яғни сол өз механизм таңдайтын болады. Содан кейін барып, бұл сатып алу жұмыстарын жүргізеді. Жаңа мен айтқым келгені бұл жерде мемлекеттік кәсіпорын болсын, мемлекетке бәріміз беріміз келеді деп тұрмыз ғой. Бұл жерде қайта сатып алу кезінде бәсекелестік орта болған тиімдірек. Экономикаға бәсекелестік орта болған тиімді. Яғни үкімет бәрін өзіне шектік баға тұрған кезде бәсекелестік орта болмайды деп айтып жатыр ғой бағанадан бері. Келіспейсіз ба сол? Жоқ, ол мәселе басқа. Жаңа мен айтып отқан бәрін үкіметке беру керек деп жатыр ғой. Яғни приватизация керек емес, үкіметке беру керек деген сияқты, үкіметтің қолында болу керек деген сияқты. Бұл жерде бәсекелестік орта болмаса, экономиканың дамуы да бір қиынға соғады. Біз деген яғни коммунистік елден кеттік қой енді баяғыда. Нарықтық замандамыз. Нарықтық экономикадамыз. Ол үкіметтің де тиімсіз басқарушы екенін де білеміз. Енді сол сатып алу жұмыстары бәсекелестік ортада атқарылып, бір жаңағыдай сол күрделі жұмысты орындайтын бір компанияны анықтаймыз. Ол басынан бастап, яғни соңына дейін, және соның сапасы, оның ертең авариялық жағдайға түсу туралы бәр жауапкершілік сол бір компанияда болады. Содан кейін айналып келіп тағы да монополияға жол ашады. Жоқ, монополия болғанда оны анықтау да бәсекелестік ортада ғой. Енді қазір бізде жаңағыдай, яғни барлық жаңағыдай подключ дейді ғой, подключ орындайтын компаниялар тарту керек. Басынан аяғына дейін жасайды. Жауапкершілігі де бәрі сонда, орындауы да бәрі соның мойнында бар. Содан кейін барып бұлар қаржылық операторға қайттан келіп қаржылауды, индикативті қаржыландыру жаңағыдай хабарламасын қолына жаңағыдай несін алады, келісім шартын алып, бізге тарифті бекітеді. Бұдан кейін барып мониторинг жасайды. Мониторинг, яғни жұмыстардың орындалуы, қаржының берілуі, қаржының қайтарымы, жұмыстардың сапалы орындалуы және жалпы іске қосылуы туралы барлық мониторинг жасалады. Яғни жалпылама алғанда ұлттық жобаның іске асуы осы бір 6 кезеңнен тұрады. Ұлттық жобаның ауқымы түсінікті ғой, түсіндіріп беріңіз, Арман түсіндіріп беріңіз, қарапайым тілмен. Қарапайым тілмен айтсақ, сізге қай тілде айтып тұр? Соңғы 2 жылда ауыр тілмен айтты бұл кісі. Соңғы 2 заң аясында жұмыс істеп жатырмыз деген нәрсе, ол баяғыдан бері естіп келатырмыз. 2 жылдан бері заңның шикілігін дұрыстаумен болып жатырмыз деп айтса, шикілік болды оған дейін. Бұрынғы заңдардың барлық көбісі олигополияларға арналған болып тұр. Енді қазір ғана соңғы 1-2 жылда біз байқап жатқанымыз заң дұрысталып, реттеліп келе жатыр. Үлкен жұмыстар атқарылып жатыр қазір. Әлі де заңдар қазір қарастырылып жатыр. Біз кейбіреулерінде өзіміз де қатысамыз. Қарапайым тілмен айтыңыз. Шағын бизнесқа ыңғайландыруға тырысып жатырмыз, бірақ үлкен олигополия әлі бізбен күресумен болып жатыр да. Олар себебі өздерін ыңғайландырып алғанда. Қазір енді байқағаным көп көзқарасы министрліктердің жалпы жоғарыда заң аясында жүрген адамдар шетелдің ғана ақшасына ғана қарап отырмыз да. Соған қарай шетелден келеді технология деп солай. Іштегі қаржыландыруды көздеріне біз кепілдік береміз ғой. Іштегі қаржы келіп, мысалы
анау табиғи сол субъекттің несі болса, иесі болсаңыз, оны да қарастырамыз. Жеке қарастырамыз. Бізде кешірім сұраймын, осы бір дәп қыза берген кезде үзілістің уақыты келе қалады. Таң қаламын мен, өзім де таң қаламын. 2 минуттан кейін жалғастырсақ. Біз алдағы уақытта 100% өзімізді электр энергиясымен қамтуымыз керек, және де 3 гигаватт жаңартылған энергия көздерін табуымыз тиіс. Бұл мемлекет басшысының алдымызға қойып отырған мақсаты 2 жылдың ішінде. Оған біздің мүмкіндігіміз жете ме? Үзілістен кейін айтамыз. Тікелей эфирдеміз, қымбатты спикерлер, бағанадан бері енді жақсы тариф саясатын айттық, ұлттық жобамызды айттық, 6 бірдей үлкен маңызды қадам тұр, және оны жүзеге асыру біздің алдағы үлкен міндетіміз. Онда ол қалай жүзеге асырылады, уақыт көрсете жатар. Маман тапшылығына келсек, маман тапшылығы мемлекетімізде қанша жел және күн электр станциялар бар. Шығарыңыздар, қымбатты спикерлер, қайда? Қазір WhatsApp-қа хабарлама көп келіп жатыр, содан біз кішкене жаңылысып жатқан жайымыз бар. Енді мына сұраққа көше берейін, онда әріптестерімді әзірлей бергенше. Қазақстан өзін-өзі электр энергиясымен толық қамтамасыз етіп, 15-20% шамасында резерв қалыптастыру керек, иә, Әлімжан мырза? Иә. Және 3 гигаватт, 2 жылдың ішінде 3 гигаватт, Ереке, сіз де пікіріңіз айтсаңыз, 3 гигаватт біз жаңартылған энергия көздерін табуымыз тиіс. Бұл президенттің қойып отырған тапсырмасы. Иә. Тапсырма бар. Жалпы бағана айтып өткендей 25-ші жылы 621 мегаватт енгізу жоспарланып отыр. Оның ішінде 455-і жаңартылған энергия көздері. Жалпы жаңартылған энергия көздерінің бір ерекшелігі, артықшылығы десек те болатын шығар. Оларды жалпы құруға қатты көп уақыт керек емес та. Мысалы, басқа дәстүрлі станциямен салыстырған кезде оның құру уақыты азырақ. Жалпы негізі жоспарымыз бар, жоспарда бар, ол нәрсені орындау 35-ші жылға дейін 26 гигаватт жаңа қуат енгізу жоспарымыз бар. 35-ші жылға дейін? Иә, алдағы 2 жылда 3 гигаватт жаңартылған қуат. Алдағы 2 жыл ол да бар жоспарлар. Әріптесім айтып отқан дұрыс. Ол не деген? Жел электр станциясы деген бұл вентилятор ғой. Аласыз да барып степке барып қоя саласыз, болды. Оп-оңай нәрсе, ол АЭС сияқты жылу электр станциясы емес. Солнечный панель деген барасыз, астына несін қоясыз, болттарын барып қоясыз, болт на самом деле. Енді қараңыз, бізде астына цемент қосасыз ғой, обязательно құлап ұшып кетеді ол желмен. Бізде былтыр Жамбыл облысында қазір 1000 мегаватт жел электр станциясы салынды деп жатыр. Және 1 гигаватт қой. 1 гигаватт үлкен қуаты, үлкен нәрсе. Потом неде Жоңғарский ворота дейді ғой. Жоңғар қақпасына сол жерге тағы да 1000 мегаватт салынды деп отыр. Бұл Маздар мен Аквапауэр деген Саудовская Арабия және Біріккен Араб Әмірлігі. Солармен мемлекет басшысы барып қол қойылған межправительственное соглашение дейді. Ол қол қойылды. Енді бұл жерде жел электр станцияларының бір кем нәрсесі бар. Бұл сізге 24 сағат 7 күн электр энергия бермейді. Ауа райы деген әр қалай болады. Бірде бар, бірде жоқ, өшіп қалады. Сол үшін бұлардың қасына әдейі былай айтса, система накопления энергии дейді, аккумулятор қойыңыз керек қой. Машинеде тұрады ғой бізде аккумулятор. Сондайдың бірақ одан 10 мың, 100 мың есе одан да мықтысын қойыңыз керек. Сонымен бізде қазір келісілген Жамбыл облысында 300 мегаватт батарейкасымен тұрады, и Жоңғар қақпасында 600 мегаватт батарейкасымен тұрады. Ол батарейканы, мысалы, жылу электр станциялары сізге 24 сағат беретін болса, егер жел тоқтап қалған кезде, ана батарейканы 2 сағатта өшіріп тастайды. Сондықтан кішкене бұл жерде ойнағанда да кішкене ақылмен ойлау керек. Ақылды адамдар отыр ғой энергетика министрлігінде. Ақылды шешімдер қабылдап жатқан шығар. Ең бастысы жаңағы тапсырмалар 3 гигаваттық. Мысалы, біз алдында да айтқан болатынбыз эфирде, мына Америкада Калифорния штаты ең соңғы, батыс қой біздің Ақтау Атырау сияқты. Сол жерде кезінде экологтар келіп, сонда бір үлкен мода болып кетті. Немен жақсы ойнай бастады? Күн электр станцияларымен. Бірінің артынан бірін сала бастады. Енді Калифорния деген бүкіл Қазақстанның электр энергиясы қанша дегеніз, бізде 21 гигаватт па? Олардікі сол 18-20 ғой. Бір штаттың өзі біздің Қазақстан сияқты электр энергия. Сөйтіп 10 гигаватт электр энергия күннен алады. Күн электр станциясы күндіз электр энергия береді ғой. Сағат 5:30-6-ға таман ана солнечный панельдің бәрі ұйықтайды. Ұйықтаған кезде сіз бірден оталдыруыңыз керек. 10 мың мегаватт электр энергия қайдан тапсаң табуыңыз керек, таппасаңыз эффект домино, бір штат кетеді, ары қарай штат, электр энергиясынан блэкаут басталады. Сөйтіп бүкіл батыс штаттар жылда сондай ауру бар оларда. Ондай Қытайда да бар. Оларды көзі жел электр станциясымен бірден шамадан көп салып жіберді.
жел тоқтаған кезде уже қалалар бірінің артынан бірі өше бастайды. Сіз ол үшін қасында ТЭЦ жылу электр станциясында миллиард доллар ақша бөліп қосуыңыз керек, қарап отыруыңыз керек. Мына жел біткен кезде мына бірін оталдырып отыруыңыз керек. Маневренный мощностьтар деген балансирующий рынок дейді оны. ол мысалы жаңағыдай күн желге қарап отырған кезде жаңағыдай бір-бірін толықтырып отыру керек. Мынау ақшта 50%-ға дейін жеткеннің себебі сол да, ол жақта газотранспортный система өте қатты дамыған. Ол жақта газотурбинный, газопоршневой станциялар өте қатты дамыған. Жаңағыдай бір-бірін алып кете береді да. ақштың энергетика саласымен біздікін салыстыру кішкене сәл-пәл томпақтау сияқты. Жоқ, бізде газ да жоқ. Біз бұл жерде нені айтып отырмыз? Мысалы, көп көрермендер бітеді. Неге Қазақстан дейді, жел электр энергия, мен өзім көп шықтым АЭС-ке қатысты. Не бір күшті информация айтады адамдар, өте мықты адамдарды оқымыстылар. Кәдімгідей очки киіп алып тұрып айтқан кезде анаған сенесің. Мысалы, мен қарапайым халық болсам анаған сенер едім. АЭС не үшін саламыз? Оны біздің бүкіл батыстан шығысқа дейін жел электр станциясын сала салмаймыз ба? Күн электр станциясын бүкіл проблема шешіліп кетеді ғой дейді. Ол ертегі әңгіме. Соны кішкене халыққа түсіндіріп айту керек та ол. 1 минут қалған екен. WhatsApp қымбат спикерлер, бір аптадан кейін немесе 2 аптадан кейін бұл тақырыпқа тағы да оралсақ, өздеріңіз көріп тұрғанда біз бүкіл сұрақтың бар болғанына 5% қойдық. Міндетті түрде алдағы уақытта келесіздер деп ойлаймын енді. Келесіздер ме эфирге? Шақырған жерден қалмаймыз. Енді Германия күн және жел арқылы алатын энергия көздерінен әлемдегі көшбасшылардың бірі. Франция 70% энергиясын АЭС арқылы алады. Дания энергияны жел станциялары 50% алады екен. Былай жатқан кезде бұл мемлекеттердің барлығымен біз тығыз қарым-қатынастамыз және олардың да потенциалын, пайдасын бізде өзімізде іске асыруға мол мүмкіндігіміз бар. Энергетика саласындағы мамандардың тапшылығы деген негізі айналып келген кезде үлкен проблема емес. Оқып бітіріп жатқан, аяқтап жатқан азаматтар жетерлік. Ең бастысы мотивация болу керек. Қаржылық мотивация. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжасар, көп жасайық, сау болыңыздар.